Сәлем қыздар, бүгін біздерді керемет бауырсақтар пісіріп үйренетін боламыз. Ол үшін каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және менімен бірге болыңыздар. Бізге алдымен су керек және сүт керек. Суымыз бен сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Өте ыссы болмау керек, дрожжымыз пісіп кетеді. Шекерімізді салып, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бауырсақтар өте дәмді шығады. Қонақтықта жасап көріңіздер. Енді ерітілген сары майымызды құямыз. Міндетті түрде сары май, шемшімай құймаймыз. Дрожжымызды салып, ұнымызды салып, қамырымызды илеп аламыз, бауырсағымыздың қамырын. Қамырымыз дайын болды. Енді ыдысымызды майлап 1 сағат 2 сағатқа көтерілуге қоямыз жылы жерге. Бауырсағымыз көтерілді. Осылаймен 2 рет, 3 рет басып қойсаңыздар, бауырсақтарыңыз күшті пішіні болып шығатын болады. Енді мен бауырсақтарымды пісіруге дайындаймын. Осылай істеуге де болады, немесе оқтаумен жайып алып та істесе, өздеріңіз ыңғайларыңызға қарай істейсіздер. Маған осылай істеген ыңғайлы. Енді осы жерден бауырсақтарымды бөліп, бөлек-бөлекке бөліп аламын. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды салып, екі жағын аударып отырып пісіріп аламыз. Осындай бізде әдемі сары томпиған кішкентай бауырсақтар шықты. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.